сәлеметсіңдер ме, құрметті білім алушылар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Ыбырай Алтынсарин «Дүние қалай етсең табылады». Сабағымыздың мақсаты Ыбырай Алтынсариннің «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесінің идеялық мазмұнын ашу, білім алушылардың білімдік танымын, шығармашылық қабілетін, тілдік қорын, ізденістерін арттыру. Француз жұртының бір білімді адамы жазады. 1791 жылда өзім университет деген үлкен школда оқып жүрген жігіт күнімде әр 7 сайын Версаль қаласындағы шешеме жаяу барып қайтып тұрушы едім. Сонда әрдайым жолымда бір Антон деген тіленші отырып, қайыр сұрап алып жүруші еді. Бір күні тағы сол жолмен келе жатып, бір орта бойлы арықтау кісіге ұшырасып, жөніміз бір болған соң бірге келе жатқанымызда әдетше манағы Антон алдымыздан шығып қайыр сұрады. Қасымдағы кісі тоқтап, Антонның бетіне қарап тұрды да айтты: «Сен қарауға епесті кісі секілді көрінесің, және жұмыс істеуге қуатың да бардай көрінеді. Сөйтіп тұрып, мұндай жаман іспен өзіңді кемшілікке салып жүрсің. Бай болғың келсе, мен саған ақыл айтайын. Мен өзімде сенде кедей едім, бірақ сендей тіленшілік қылғаным жоқ. Елден, қаладан қыдырып жүріп, әуелі боқтық, салам арасынан, не болмаса жай кісілерден ескі шүперек сұрап жиып жүрдім. Ол шүперектерді апарып, қағаз істейтін фабриктерге сатып, сонымен азды көпті ақша болған соң бір есек, бір арба алдым. Мұнан соң әуелі аздап, бара-бара көбірек әр үйден ескі-құсқы тұтынуға жарамайтын шүперектерді сатып алып, арбамен жүріп сауда ете бастадым. Осындай іспен 7 жылда 10.000 франк ақша тауып, енді бір қағаз фабрикасына кірістім. Жасым жас, ісіме нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы күнде 2 айдық тас жұртым бар фабрикасына кірістім. Жасыма жас, ісіме нық, жинақты және еріншектікті білмегеннен соң, осы күнде 2 айдық тас жұртым бар фабрикамды балама бердім. Үмітім бар, баламда аштық көре қалмас деген. Себебі баламды да жасынан бос жүруге, еріншектікке қиналмай мал табуға үйретпедім. Осы айтқанымша, машақаттанудан қашпасаң, сен де бай боласың, Антон, деді де жөніне жүріп кетті. Антон бұл сөздерді естіген соң терең ойға қалып, қайыр сұрауында ұмытып тұрып қалды. 1815 жылда Брюссель деген қаладан өтіп бара жатып, бір кітап сататын үлкен дүкенге кірдім. Дүкеннің ішінде бірнеше приказчиктерге олай бұлай етіңіз деп бұйырып тұрған бір купецтің кескіні көңіліме таныс решті көрінді. Сөйтіп тұрғанымда әлгі кісі мені көріп бетіме қарап тұрды да қасыма келіп айтты: «Айып етпесеңіз сұраймын. Мұнан 25 жыл бұрын сіз оқу оқып жүріп, жұма сайын Версальдегі үйіңізге барып жүрген жеріңіз бар ма еді?» Сонда ойыма түсіп таң қалып: «Сен Антонбысың?» дедім. «Рас», деді Антон. «Мен сондағы көрген тіленші Антоныңыздың өзімін. Сол жүргеніңіздегі бір күн қасыңызда бірге жолыққан кісінің айтқандары көңіліме кіріп кетіп, тіленшілікті тастап жұмысқа кірістім. Ісіме нық, малыма күтімді болдым. Ақырында сол кісінің айтқаны келіп, мінекей осы зор дүкеннің иесі болдым», деді. Осы әңгіменің ішінде кездескен француз ақшасы, тас жұртым, үйім, әйдік, үлкен, зор, еңселі деген сөздердің мағынасын білдіреді. Әңгіменің мазмұнына зер салатын болсақ, бұл әңгіменің басы тақырыбы не жайында баяндалған екен? Автор «Дүние қалай етсең табылады» әңгімесі арқылы неден жиренудің дейді? Еңбек етуден ерінген адам кедей болатынын, ал қайыр сұраудан арланбайтынын байқадың ба? Қайыршы Антонға бейтаныс кісінің ақылы қалай әсер етті? Антон бұл сөзден қандай қорытынды шығарды? Ал сіз қандай қорытындыға келдіңіз? Өте жақсы, білім алушылар, бұл сұрақтардың жауабын таптық деп ойлаймыз. Дүние қалай етсең табылады әңгімесінің идеялық мазмұнын топтастыратын болсақ,
ойланып көреміз, құрметті білім алушылар. Өте дұрыс айтасыңдар. Дүние талаптансаң, еңбек етсең, алдыңа мақсат қоя білсең, үлкендердің ақылдарын тыңдасақ, ойлансақ табылады екен. Байлықтың көзі еңбекте атты тақырыпта шағын шығарма жазу. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.